гречкадан өте дәмді котлет дайындаймыз. Ол үшін гречкамызды пісіріп аламыз суға. Капустамызды жуамызды турап алып, табамызға сұйық май құйып, қуырып аламыз қызырғанша. Енді піскен картопымызды суға піскен теркадан өткізіп аламыз. Гречкамызды салып ыдысқа, одан соң картопты салып, капустаны салып, қуырылған үстіне жұмыртқамызды салып, тұзын, бұрышын салып дәміне қарай енді араластырамыз әбден. Араласқаннан кейін котлетімізді дайындаймыз. Котлетімізді осылай қолымызбен домалақтап жасап аламыз. Қолымызды сулап отырып жұмыс жасауымыз керек. Енді табаға май құямыз да, содан соң котлеттерімізді ұнға аунатып алып, екі жағы қызарғанша орташа отта пісіріп аламыз. Осылай котлетімізді пісіреміз. Осымен котлеттеріміз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.